Кеш жарық қазақ елі. Біріншінің басты жаңалықтар тізгінінде ғалым кәлмен. Алдымен аңдатпаға назар аударыңыз. Жұртты жайылым жерден айырған депутат кім? Бұл жерді айтатын ол жерде біздің қосатанда жұмыс істеді, жері арқалап кетпейді, жері менде арқалап кетпейді. Бірнеше ауылға тиесілі жерді жалға алған шаруа қожалығы тұрғындарға үлестен неге бөліспей отыр? Сыр өңіріне жиналған депутаттар мен белсенділер не шешті? Заң өзі шикі болды. Заң арқылы халықты алдады деп айтуға болады да. Ол тек қана осы ауылдың жағдайы емес. Қордайдағы қақтығыстың бұған дейін айтылмаған негізгі себебін президент атады. Халықты арандатқандар кімдер? Бұл азаматты сіздер жақсы танисыздар. Тәжірибесі мол, мемлекеттік қызметші. Бұл қақтығыстан қандай шығын келгені неге әлі айтылмай жатыр? Біз білмейтін ақпарат көп пе? Ауданда бір топ адам белсенді түрде контрабандамен айналысып жүр. Осы іске басқа топта қатысқысы келеді екен. Біртановтың Б жоспары. Бас дәрігер коронавирустың алдын алу үшін не істемек? С учетом того, что количество стран все больше и больше, конечно, ожидать того, что мы там одни окажемся в стерильной зоне, наверное, маловероятно. Поэтому мы, еще раз говорю, мы не исключаем, мы готовимся. Айдалада жатқан арал емеспіз. Әлемге тараған қауіпті індет Қазақстанға келсе қайтеміз. Тағы да мектептегі төбелес. Бар болғаны 5-ші сыныпта оқитын қыз баланы туған інісімен қосып тепкінің астына алған кім? Оқиға қайда болған? Бірінші болып басты жаңалықтардан көріңіз. Енді ашып айтайық. Мемлекеттен 49 жылға жалға берілген жерлердің игілігі кімге тиесілі? Қызылорда облысының бірнеше ауылында егістікке арналған жерлерге қатысты айғай-шу басылар емес. Аймаққа қарасты бір Сырдария ауданының өзінде бірнеше ауылда тұрғындардың шаруа қожалықтарына көңілдері толмайды. Ал Нағы Ильясов ауылында жергілікті биліктен қолдау таппадық деген халық елордаға арызданып, мәжіліс депутаттары мен қоғам қайраткерлерін ауылға шақырды. Облыс орталығына жақын орналасқан Нағы Ильясов ауылында 2,5 мыңнан астам адам тұрады. Ауылдағы негізгі күнкөріс көзі ол егіншілік. Алайда диқандар 15 жылдан бері жалға берілген жерлердің игілігін көре алмай келеміз. Осы уақыт аралығында өзімізге тиесілі жерлерден бір тиын дивиденд көрмедік дейді. 1996 жылы президентіміздің жаңағы бізге берген жеңілдігі совхоз тарағаннан кейін мына жерді халыққа бөліп берді. Сол кездегі семьямыздағы бала шағамыздың атынан да өзімізге де 2 гектардан жер бөлінді. Біз сол 16 жыл болыпты қазір, 16-17 жыл болыпты ғой. Ешқандай көмек ала алмай жатырмыз. Нағы ауылындағы шаруа қожалығы күріш егумен айналысып келеді. Сонау 2003 жылы кәсіпкерлер дағдарысқа ұшыраған шаруа қожалығын банктен сатып алған көрінеді. Сол уақытта халықтың жері 49 жылға бір адамның қолына өткен. Ауылдық мәдениет үйіне жиналған жұрт елордадан келген комиссия алдында егіндікті қайтарып беруін сұрады. 10 жыл пайдаландыңыз, бір адам бір ауыз сөз айтқан жоқ. Мінекей мынадай халге келдік. Бірақ енді қалған жерге осы халықтың жерін өздеріне, халықтың әр 2 гектардан ғой халыққа бөлінген жер біздің совхозда. Соны өздеріне қайтадан рәсімдеп берсеңіз. Әрі қарай осы жұмыс істеле береді. Тұрғындар 3 мәселені сөз етті. Олар жайылымдық жердің жоқтығы, үкіметтен тиесілі жерлердің барлығы бір қолға өтуі және жерлерге тиесілі еш дивидендтің төленбеуі. Дегенмен халықты тыңдаған шаруа қожалығының бұрынғы құрылтайшысы Абзал Ералиев халыққа жерді қайтармайтынын жеткізді. Қазақстанның еңбек ері мәжіліс депутаты бұл жерлерді 2051 жылға дейін пайдаланатынын және дивиденд беруге міндеттемес екенін ескертті. Шын мәнінде ол орындалмайтын нәрсе. Біз оның пайдалану құқығын 51 жылға дейін сатып алдық. Бұл жерді айтатын ол жерде біздің қосатанда жұмыс істеді, жері арқалап кетпейді, жері менде арқалап кетпейді. Біз енді кішкене бұл жерге ақша құйылған жер, ол ақшаға кішкене өзіміз алтын көрсе періште жолдан таяқ деген әңгіме бар ғой. Сондықтан ол нәрсеге де қызға берудің қажеті жоқ, азаматтар елестіріп. Елордадан келген комиссия мүшелері екі жақты бітімгерлікке шақырды. Жайымдылық жерлерді қайта қарап, жиналған ауыл тұрғындарына бұл мәселені өзара шешуге болатынын айтты. Ал егіндік жерлерді халыққа қайтару және дивидендтер төлеу мәселелері ашық қалды.
Бір ауыл болғаннан кейін, бір ел болғаннан кейін, менің өз бетіммен айтқан ұсынысым, келешекте енді бұл жерде адамдарды көрші алмайсың ғой. Адамдар қалды, осы жұмыс жасап жатыр. Жағдайлар осының белгілі. Жұмыс жоқ, жағдай жоқ. Олардың да отбасылар бар дегендей. Олар да жұмыс істегісі келеді дегендей. Сондықтан менің өзін айтқан ұсынысым осы елді мекенде қосымша жұмыс орындарды ашу үшін әрекет қылу. Заң өзі шикі болып тұр. Заң арқылы халықты алдады деп айтуға болады да, былай. Ол тек қана осы ауылдың жағдайы емес, жалпы Қазақстан бойынша ауылда тұрған адамдар осы өздерінің жер пайларынан айырып қалды, өкінішке орай. Бұл жерде жалпы республикалық президенттің деңгейінде саяси шешім қабылдану керек. Қоғам қайраткері Мұхтар Тайжанның пайымынша, бұл іске тікелей президент араласуы керек. Себебі заң кәсіпкерлердің жағында. Ал оған өзгеріс енгізілмесе, Нағи ауылының тұрғындары 2051 жылға дейін өздеріне тиесілі жердің игілігін көруі екіталай. Жанғали Ысқақ,